Заманына 20 ғасырдың Гомері, жыр дүлдүлі, ғасыр ақыны, жыр алыбы Жамбыл Жабаев. Жүзге кеп бақыт тапқан ақын Жамбыл, дүниеге түгел кеткен атың Жамбыл, тілекке көл аңсаған бүгін жеттің, далада жасасаң да ғасыр Жамбыл. Халыққа үшін төрге төсеп төсе кетер, ағарған сақалы мен шашы Жамбыл, көтерген көкке төбе тірелгенше, иеді көпшілікке басын Жамбыл. Халық поэзиясының алып атанған Жамбылдың есімі дүние жүзі халықтарына кеңінен мәлім. Жамбыл медресе мектептің есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу сызуды білмесе де, жастайынан домбыра тартып, жыр жаттады. Қазақ халқының сөз өнерін үйренді. Кейін ақындығымен елге әйгілі жыршы атанды. Ол Көроғлы, Мұңлық-зарлық, Шахнама, Қыз жібек сияқты үлкен дастандарды бірнеше апта бойы жырлаған. Жамбыл екі заман тұсында да өмір сүрді. Екі дәуірдің куәсі болған ақын өз көзімен көрген өмірдің бар шындығын жырлады. Жамбыл Жабаев қазіргі Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Жамбыл тауының етегінде 1846 жылы 28 ақпанда көшпелі кедей отбасында туған. 1941-1945 жылдар біздің отанымыз үшін ең ауыр жылдар болды. Гитлер бастаған неміс басқыншылары соғыс жарияламай жерімізге енді. Нева жағасындағы Ленинград қаласы 900 күн қоршауда қалды. Халқымыз үшін бұл күндер зұлмат күндер болды. Осы қайғылы жағдайға байланысты Жамбыл өзінің Ленинградтық өренім атты өлеңін арнады. Жамбыл ауыр қайғыдан кейін басын көтеріп, өз жолдастарының қатарына қосылғанмен де оңала алмайды. Өнер адамдарымен де кездеседі. Өз домбырасын Нұрғиса Тілендиевке бере тұрып, мына қасиетті домбыраның киесі сенде болсын, осыны көзіңнің қарашығындай сақтап, қазақтың қара домбырасын бар әлемге асқақтата паш ет деп батасын береді. Нұрғиса Тілендиев Жамбыл аманатын ұрпақтар сабақтастығы ретінде қазақтың қара домбырасын айдай әлемге паш етіп, Жамбыл атамыз сияқты артына өшпес мол мұра қалдырып кетті. Жамбыл атамыз өлсе де, аты өлген жоқ, хаты өлген жоқ. Жамбыл өлеңдері, жырлары әр қайсымыздың жүрегімізде соғып тұр.